25 жастағы үйленген ер жігіт әлі мамасының қойнында жатыр. Осы жайында бір кейс айтып берейін сіздерге. Жақында бір жас отбасы келді. Қабылда болып, дәрілерін бәрін жазып болғаннан кейін екеуі шығып кетті. Кейін әйелі өзі кіріп, мен сізге бір жағдайды айтып берейін. Анасы, атасы бәрі сіздің инстаграмыңызды қарайды. Осы нені шығарыңызшы деп осы әңгімені маған айтып берді. Атасы вахтовый жұмыс жасайды екен, 15 күнге жұмысқа кеткен кезде мамасы қорқамын деп бұл әйелдің күйеуін өзінің қасына алып жатады екен. Сол үшін маған сол шағымданып жатыр. Түсіндіріңізші. Ол кісі қорықса мен де өзім қорқам ғой деген сияқты айтып жатыр. Сол үшін мамаларына айтатыным, балаларыңыз өзі отбасылы болды, ол баланы жіберу керек. Егер қатты қорқатын болсаңыз, онда может психолог дәрігерге бару керек шығар. Егер сізді не қорқытып жатқанын табу керек шығар. Оны тапқаннан кейін сол проблемаларды устранить еткеннен кейін может жақсы қорықпай өзіңіз жата алатын жағдайға жететін шығарсыз. Ер жігітке де айтарым, анаңызға да кей кезде жоқ деп айтатын кездер болады.